Ақпараттық технологиялардың және олармен байланысты салалардың қарқынды дамуына орай осындай өзекті IT-технология мамандарын дайындайтын Қазақстан Республикасының оңтүстік аймағында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті құрамында ақпараттық технологиялар, автоматика және телекоммуникация факультеті 2013 жылы тамыз айында ректор бұйрығымен жеке факультет болып құрылған. Факультет деканы педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Гаухар Имашқызы Мұратова. Қазіргі таңда факультетте оқытушы профессорлар және оқыту көмекші персоналының қоса есептегенде 100-ге жуық қызметкерлер еңбек етуде. Факультет ұжымында 90 жоғары білікті оқытушы мамандар, олардың ішінде 4 ғылым докторы мен профессорлар, 30-ға жуық ғылым кандидаттар мен доценттер және 40 магистр оқу тәрбие жұмыстарын жүргізуде. Бұл факультет ақпараттық технологиялар, автоматика және телекоммуникация салаларында информатика, математика, физика, қолданбалы және ғылыми зерттеу жұмыстарын фундаменталды негізде жүргізуге қабілетті, жоғары білікті мамандарын дайындау орталығы. Қазіргі таңда факультетте бакалавриат бағдарламасы бойынша физика, эксперименттік техникалық физика, математика және статистика, математика және математиканы оқыту, бағдарламалау және бағдарлама қамтамасыздандыруды әзірлеу, информатика және ақпараттық коммуникациялық технологиялар, компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу және басқару, ақпараттық жүйелер және технологиялар, бағдарламалық инженерия, көп арналы талшықты оптикалық байланыс желілері және жүйелері, спутниктік және мобильді байланыстың желілері мен жүйелері, басқару жүйесіндегі автоматтандыру және ақпараттандыру, сонымен қатар факультетте эксперимент ретінде 2017-2018 оқу жылынан бастап мехатроника мамандығы ашылды. Халықаралық жоғары оқу орындарының тәжірибе алмасу бағдарламасы бойынша және академиялық ұтқырлық бағдарламалары аясында факультет студенттері, магистранттары, докторанттары Қазақстанның алыс және жақын шетелдердің жетекші университеттерінде біріккен білім бағдарламаларын іске асырып және оқып тәжірибе алып келуге мүмкіндіктері бар. Люблин политехникалық университеті, Лодз қаласындағы университет Польша, Браганса политехникалық институты Португалия, Новосибир мемлекеттік университеті Ресей, Кастамону қаласындағы университет Турция. Осы университеттерде академиялық ұтқырлық бағдарламаларын жетілдіру мақсатында екі жақты келісімге қол қойылған. Мұндай бағдарламалар университет тарапынан әр жылда ұйымдастырылады. Факультетте жыл сайын бағдарламалау, математика, информатика және физика пәндері бойынша ашық студенттік олимпиадалар жүргізіледі. Магистратура бағдарламасы бойынша математика, информатика және компьютерлік ғылымдар, бағдарламалау және бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу, ақпараттандыру және басқару, компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау мамандары дайындалады. Қазіргі таңда факультеттің күндізгі бөлімінде 900, сырттай оқу бөлімінде 450 студент және 60 магистрант оқиды. Факультеттің дамуына, материалдық техникалық базасының нығаюына, жаңа мамандардың ашылуына, факультеттің дамуына, материалдық техникалық базасының нығаюына, жаңа мамандықтардың ашылуына, студенттер саны мен профессорлық оқытушы құрамының ұлғаюына байланысты факультет базасында 5 арнайы кафедра құрылды. Олар қолданбалы математика және статистика, техникалық физика, қолданбалы информатика және бағдарламалау, автоматика және телекоммуникация және ақпараттық жүйелер кафедралары осы мақсатты жүзеге асыруда белсенділік танытып келеді. Факультет қажетті оқу әдістемелік базамен толық қамтамасыз етілген, яғни кафедраларға заманауи компьютерлік кластар және қазіргі заман талабына сай жабдықтар мен техникалық оқу құралдары бар мамандандырылған зертханалар орнатылды. Қазіргі таңда факультет кафедралары оқыту үрдісін сапалы жүргізу мақсатында 32 компьютерлік класс, интерактивті құрылғылармен жабдықталған 30 мультимедиялық аудитория, университеттің барлық кешендерді қамтитын 41 ақпараттық киоск қызметін атқарып келеді. Факультет студенттері кәсіби дайындық саласы бойынша оқу және оқу әдістемелік әдебиеттермен толық қамтамасыз етілген. Университеттің ғылыми кітапханасы әлемге әйгілі деректер қорын ұсына алады. Аудиториядан тыс жағдайларда факультет студенттері университеттің іргелі кітапханасының интернет орталықтарында және ашық қолжетімді мультимедиялық кластарында жұмыс істейді. Факультеттің желілік кеңістігінде студенттер сандық білім беру қорларын еркін пайдалана алады. Профессор оқытушылар құрамында да студенттерге де электрондық оқу қорларын қолдануға шек қойылмайды. Кафедрада аудиториялық және студенттердің жеке жұмыстарына арналған оқу әдістемелік кешендер ұйымдастырылған. Факультет түлектері тек Жамбыл облысы мен Тараз қаласында ғана емес,
Қазақстанның басқа аймақтарында да табысты қызмет атқаруда. Солардың арасында ірі мекеме басшылары, фирма президенттері, Қазақстан Республикасы және басқа елдердегі басшылар мен жетекші мамандар бар. Біздің факультеттің түлектерінің басым көпшілігі мамандық бойынша жұмысқа орналасады. Осы сала мамандары мемлекеттік кәсіпорындарда, жеке компанияларда үлкен сұранысқа ие. Ғылым мен білімді дамытуда да біздің түлектеріміз айтарлықтай дәрежеге қол жеткізуде. Бірқатар түлектер PhD докторантураны бітіріп, диссертациясын қорғап, факультет кафедраларының PhD докторы атағымен қызмет етуде. Физика кафедрасы 1963 жылы Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты негізінде құрылған. Физика мамандығының студенттерін даярлау кафедрада 2005 жылдан бастап жүргізіледі. Техникалық физика кафедрасы келесі білім беру бағдарламалары бойынша физика мамандығы, физика және эксперименттік техникалық физика білім беру бағдарламалары бойынша мамандар даярлайды. Қолданбалы математика және статистика кафедрасында бакалаврлар математика және статистика, математика және математикалық модельдеу, математика және математиканы оқыту білім беру бағдарламасы бойынша оқытылады. Қолданбалы информатика және бағдарламалау кафедрасы. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті қолданбалы информатика және бағдарламалау кафедрасы, Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты қолданбалы математика және есептеу техникасы кафедрасының негізінде 1973 жылы құрылған. Кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының докторы, профессор Тілебаев Манат Бишенұлы. Қазіргі уақытта кафедра заманауи есептеу техникасымен жабдықталған. Жоғары білікті профессор оқытушы құрамы, бір ғылым докторы, бір PhD докторы, 9 ғылым кандидаты бар. Қолданбалы информатика және бағдарламалау кафедрасында 5 ғылыми үйірме жұмыс істейді. Ақпараттық жүйелер кафедрасы келесі білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлайды. Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау, корпоративтік ақпараттық жүйелер және технологиялар, компьютерлік инженерия, программалық инженерия. Кафедра базасы негізінде Киско академиясы және Oracle академиясы жұмыс жасайды. Мұнда IT саласының түрлі курстары оқытылады. Браганса политехникалық институты Португалия және Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің Ресей жинақ банкі акционерлік қоғамы Тараз қаласындағы филиалы негізінде ақпараттық жүйелер кафедрасының өндірістегі филиалы ұйымдастырылған. Филиалда студенттердің тәжірибелік сабақтары және ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Қазіргі уақытта автоматика және телекоммуникация кафедрасында 3 мамандықтар бойынша бакалаврлар дайындалуда. Олар автоматтандыру және басқару, радиотехника, электроника және телекоммуникация және мехатроника. Магистратура мамандықтары бойынша автоматтандыру және басқару. 2012 жылдан бастап кафедра Польшадағы Люблин политехникалық университеті мен Тарму арасындағы қос дипломды білім беру бағдарламасына келісімдер жүргізілді. 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 4 жыл мерзімімен мехатроника бакалавриатының эксперименттік білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Университет бакалавриат және магистратура мамандықтары шегінде 2 дипломдық білім алуды жүзеге асыру жайында меморандум жасалды. Білімгерлер Польша мемлекетінде білім алып, қос диплом бағдарламасын жүзеге асыруда.